Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер. Бүгін сіздерге мен қалай күнделікте 100% шығару керектігін түсіндіретін боламын. Бұл бізде дот бөлімі, яғни қосымша білім беру факультативтерді қалай 100% қылатынын көрсетеміз. Ары қарай білу үшін сіздер арнаға тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта сіздерге айтып өтетін боламын. Ең алдымен сіздерде ең маңызды дүние күнделікті сабақтарыңызға мындай галочка қойып отыруларыңыз керек. Яғни мысалы бүгін бірінші күн өткен жағдайда сізде мынандай галочка болып тұруы керек. Егер де осы галочка қойылмаған жағдайда сіздің процентіңізге әсер ететін болады. Енді бастапқы бетке өтеміз, ары қарай және де журнал бөліміне өтеміз. Содан кейін біз өзімізге қажетті сыныпты таңдаймыз. Оған дейін сіздер тақырыптық жоспарлау бөліміне өтесіздер және де жылымызды таңдаймыз. Барлық мұғалімдер өзіңізді таңдайсыз. Ары қарай бізде 9-шы мысалға А сыныбын таңдайтын болсақ, және де пән бізде робототехника. Ары қарай біз осы периодты таңдайтын болсақ, мысалға яғни осы басталған тақырыптар бойынша осыны толтырып шығасыздар. Міндетті түрде жыл соңына дейін жасап шығыңыздар, немесе 90 аяғына дейін. Яғни осылай тақырыпты қоясыздар және де келесі сабаққа үй тапсырмасын бересіздер. Осы жағдай жасалғанда ғана сіздерде 100% шығатын болады. Енді мен ары қарай кететін болсам, қазір мен аламында есептер бөліміне өтемін. Және де мұғалімдер өзіңізге қажетті күнді таңдаймыз. Мысалға 01 деп алатын болсақ, және де біздің бүгінгі күніміз 12-ші ақпан. Сол себепті мен осы жерге бүгінгі күнді датаны жазамын. Және де мұғалім бізде өзіңізді таңдап аласыз. Есепті құрастырамыз. Яғни менде барлығы 100% болып тұр. Себебі менде тақырыптар толтырылған, және де жоспар жүргізу бар, және де журнал жүргізу. Яғни біз бағана галочка қойып өттік қой. Сол осы жерде әсер ететін болады. Сіздер осылайша КБП-ны 100% ете аласыздар. Видеоны сақтап алыңыздар және де арнаға тіркеліп алыңыздар.